Кезінде былай ұратын жігітті мақтан тұтушы едік. Қазір былай ұратын жігітке сенім мол. Бүгінгі шығарылымда Жәнібек Әлімханұлының болашағы жайлы сөйлесеміз. Жәнібек Әлімханұлы 1993 жылғы Жыландының тумасы. Бұл жігітке негізі шынымен де сенім мол, себебі 20 жасында әлем чемпионы болып, жасындай жарқылдады. Азия ойындарының чемпионы, Азия чемпионатының чемпионы. Тек қана бір ғана жетіспей қалған дүние ол Олимпиада чемпиондығы. Әрине бұған мұңайып қалған біздің Жәнібек жоқ, бірден кәсіпқой боксқа өтіп, өзінің бала күнгі арманы, ұлы мақсаты ол танымал боксшы және тарихта қалатын боксшы болу. Мұхаммед Али секілді ұлы боксшы болуды армандайды. Және осы бір арманына мен жетеді деп толыққанды сеніммен айта аламын. Енді бүгін біз ол жігіттің қалай танымал болатындығы жайлы сөйлесіп көрейік. Ең бірінші Головкинмен салыстырайық. Головкинде дәл осындай үлкен қиындықтарға тап болған болатын. 22 жекпе-жегіне дейін Германияда өткізді. Ол кезде Головкин барлық жекпе-жектерін жеңіп жүрсе де, әлі ешкім оны таныған жоқ. Бірақ біз оны 32-ші жекпе-жегінен бастап тани бастадық. Және әлем тани бастады. Головкиннің өзінің ұлы жекпе-жектері саусақпен санарлық қана. Онымен де көптеген жұлдыздар шыққысы келген жоқ. Дәл Жәнібек Әлімханұлы секілді. Дәл қазір Жәнібек Әлімханұлымен де ұлы боксшылар, яғни танымал боксшылар шыққысы келмейді. Оның өзіндік себебі бар. Әрине, мексикалықтардың, америкалықтардың басты мақсаты олар ақша. Яғни үлкен жекпе-жектерге шығып, жеңсін, жеңілсін, олар үлкен ақша тапқысы келеді. Ал біздің Жәнібектің мақсаты мүлдем бөлек. Оның мақсаты чемпион болу, оның мақсаты абсолютті әлем чемпионы болу. Және бір ғана салмақ емес, 4 салмақты бағындыру. Бұл мақсатына біз жететініне кәміл сенімдіміз. Қазіргі жасына қарап 31 жаста болғандықтан біз ойлауымыз мүмкін, неге Жәнібектің шамасы жетпейді? Көп дүниеге, яғни ең пик шағында тұрып, үлкен жекпе-жектер ұйымдастырылмай жатыр деп Топрангты басқаны кінәлауымыз мүмкін. Топранг оның промоутерлік компаниясы. Олардың барлығын кінәлауымыз мүмкін. Бірақ бұл жерде ең негізгі дүние ол кінәсінде, боксшының өзінде, промоутерінде емес. Бұл жерде менің ойымша өз уақытымен, Құдайдың бұйрығымен келе жатқан дүние. Жәнібек Әлімханұлы дәл қазір 15 жекпе-жектен тұратын сериямен келе жатыр және барлығын жеңіске жеткен. Менің ойымша алдағы уақытта 10-15 жекпе-жек өткізсе, соның өзі Жәнібекті танымал қылатынына мен кәміл сенімдімін. Неге? Себебі бізде тарих көрсетіп тұр. Бізде басқа да боксшылар үлгі болып көрсетіп тұр. Мысалы, Александр Усик қазір 37 жаста. 37 жаста болып, қазір енді ұлы жекпе-жектерге келді. Дәл қазір ғана оның жекпе-жектерін көріп, біз тамашалап, оның боксына сүйсініп жүрміз. Бірақ шын мәнісінде оның жасы 37-те және оның жекпе-жектер сериясы 22 сериядан ғана тұрады. Яғни ол 2012 жылы Олимпиада чемпионы болды, 2016 жылы 92 килограммда абсолютті әлем чемпионы болды. Бірақ ол кезде де оны ешкім таныған жоқ. Ал біз оны қазір соңғы Джошуамен өткізген жекпе-жегін, Тайсон Фьюримен жекпе-жек өткізгендермен танимыз. Сол арқылы ол танымал болды. Енді менің ойымша Жәнібек Әлімханұлында дәл осындай сценарий күтіп тұр. Алдағы уақытта өзінің мақсаты бойынша шынымен де 160 фунттағы бүкіл белбеудің бәрін жинайтын болса, онда келесі жекпе-жектерінде 168 фунтта, яғни 76 килограмм салмақта мега жұлдыздармен шығады деп ойлаймын. Ол жақта мега жұлдыздар әрине Каноло, Бенавидес, Мунгуя, Имбили және Давид Морел деген сынды жігіттер бар. Осы жігіттердің кем дегенде екеуімен шықса, оның өзі біз үшін үлкен тарихи жекпе-жектер болатыны сөзсіз. Ал енді 160 фунтта дәл қазір Жәнібектің істеу керек шаруасы бар. Ол кем дегенде 2 жекпе-жек, оның біреуі Лара және екіншісі Адамес. Ол жігіттерде 2 белбеу бар, осы 2 белбеуді Жәнібек алуды көздейді. Бірақ одан бөлек те негізі қызық жекпе-жектер бар 160 фунтта да. Оның бірі Лиам Смит, ұлыбританиялық, немесе өзімен деңгейлес, танымалдылығы жағынан, басқа жағынан. Одан кейін кіші Юбенк бар, онымен де жекпе-жек қызығырақ болады. Адамес, Лара бар. Одан кейін Шираз бар, Хамза Шираз. Бұлардың бесеуі де Жәнібекпен енді деңгейі шамалас. Біреу сәл жоғары болса, біреу сәл төмен дегендей. Осы бір жігіттермен жекпе-жек өткізсе, Жәнібектің әлі де бұл салмақта танымал болу мүмкіндігі бар. Әрине, бұларда қатты танымал емес, бірақ бұларда алдағы уақытта қызық болатын болсам, негізі 160 фунтта көптеген жігіттер
белсенді емес негізі. Бұл чемпиондар болсын, чемпион емес жігіттер болсын, қатты белсенді емес. Соның арқасында 160 фунт қатты қызық емес. Ал бірақ алдағы уақытта қызық болатыны сөзсіз. Себебі Головкин де кезінде дәл осындай жолдармен жүріп өткен. 8 жыл бойы бір пояспен ұзақ уақыт жүріп қалған кездері бар. 8 жыл бойы қорғады. Сол кездегі қарсыластарын сіздер танисыздар ма? Әрине жоқ. Сондықтан да біз асықпайық. Жәнібек Әлімханұлының әлі де жұлдызды жекпе-жектері болатынында кәміл сенейік. Енді біз бұл жерде тағы бір дүниені қарастырайық. 160 фунтта қалды делік. Жәнібек Әлімханұлы до конца осы салмақта қалған күннің өзінде ода әлі де жұлдыз болуға шанс бар. Не үшін? Себебі артта Кроуфорд бар. Кроуфорд бүкіл салмақты қопарып келе жатыр, білесіздер. Одан кейін американдық Эннис деген жігіт бар. Ол жігітте міне 63, 66, 69, 72-де төбелесіп жүр. 28-де 0 рекорды. Яғни осындай америкалық жұлдыздармен Жәнібек әлі де шығуға мүмкіндігі бар. Яғни 160 фунтта қала бергендігінің өзі оны жұлдыз ете алады. Сондықтан біз сенейік, қазіргі Михайлович секілді өзінен төмен тұрған адамдармен жекпе-жек ұйымдастырған үшін бәрін кінәлаудың қажеті жоқ негізі. Оның үстіне Жәнібек Әлімханұлы ірі сөйлегеннен кейін біз одан ірі жекпе-жектер күтетініміз сөзсіз, бірақ шынымен де кейбір жағдайларға дұрыс көзқараспен қарап, оған жанкүйер болайық. Одан бөлек 160 фунтта әлі бітпеген тағы тірліктер бар. Деревянченко, ұлыбританиялық Келл Брук бар, одан кейін Дэниел Джейкобс бар. Осы ардагерлердің де біреуімен шықса, оның өзі Америкада Жәнібекті танымал ететіні сөзсіз. Оның үстіне Америкадан 160 фунтта әлі жаңадан шығып келе жатқан Мозли ма? Кіші младший Монзли ма? Сондай біреу бар. Кеше Дэниел Джейкобсты жеңді сол бар мысалы. Одан бөлек бір 23 жасар тағы бір жігіт бар, 20-0 деген рекордпен келе жатыр. Яғни 160 фунтта енді қызады. Яғни 78 килограмм салмақта да әлі де қызығушылығы жоғары жекпе-жектер болуы мүмкін. Сондықтан Жәнібек Әлімханұлының болашақтағы қарсыластары осылар болуы мүмкін. Енді осындай стратегиясы бар деп ойлаймын Жәнібектің де. Сондықтан да мен оған сенемін. Мега жұлдыз болатынына, Қазақстаннан шыққан үлкен жұлдызды жекпе-жектер ұйымдастыратынына мен кәміл сенемін. Ең бастысы Жәнібекте басты приоритетте ақша емес. Осы мені қатты қуантады. Оның бар мақсаты қазақтарға шынымен де жақсы дүниелерді беру. Байқасаңыздар, ол букмекерлік дүниелерді жарнамаламайды. Оның өзі адамгершілігі, жалпы барлық ұстанымдары өте мықты екендігін көрсетеді. Яғни нағыз біздің арнаға сәйкес, нағыз біздің айтып жүрген дүниемізге сәйкес чемпиондық менталитеті бар жігіт. Сондықтан да біз қазақ стайлға жанкүйер болайық. Бізден шыққан дәл қазір бар жалғыз ғана әлем чемпионы. Сондықтан біз өз чемпионымызды қолдап қуаттайық. Оған бірге сенім білдірейік. Егер пікірмен келіссеңіздер, видео ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Бұл видеоның кеңірек таралуына көмек беріңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Келесі шығарылымдарда жүздескенше.